Шыннан бір не? Директорға ашыламаңызшы, кешіріңізші. Сен сабақтан соң менің кабинетіме кіретін бол. Түсіндің ба? Сен де дерзкийсің ба не? Геройсың ба не? Сенші? Саған не жоқ кішкентай бол бе? Братан, сәл себепе ұрсаңызшы. Сома не? Сендерді ұру үшін бізге себеп керек па не? Алдашшы. Сәл, жай ұрсай. Біздің жүріс-тұрысымыз сөйлеп жатқан осылар ғой. Дұрыс па? Дұрыс па, Кеше мектепте екеуің төлесіңдер ма? Қатты ойласып қоясыңдар ма не? Братан, енді қайталанбайды. Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Әрине қайталанбайды. Екеуің төлескендер үшін екін теген қоясыңдар. Сендер ме? Кішкентай сыныптан әлімжеттікпен 2000 теңге алып жүрген? Апай, кешіріңізші. Енді қайталанбайды. Әрине қайталанбайды. Қазір директордың алдына алып барамын. Түсініктеме жазасыңдар, ата-аналарын шақыртамыз. Түсіңдер алдыма. Іңкәр, біздің формула орын алмай жатыр. Элементтер дұрыс емес қосып жатқан сияқтымыз. Тағы бір есептеп көрейінші. Сен есептегеннен пайда жоқ. Қателік элементтер дұрыс емес қосып жатырмыз. Қазір күтеді. Мүмкін мына элементті қосып көреміз. Қайсы? Жоқ. Айттым мен саған қоспа деп. Өте кеш айттың. Туй екеуін тыныш отырасыңдар ма, әлде мұғалімге айтып берейін бе? Менің қатысым жоқ. Сен бақсың не туралы айтып тұрсың? Бұл суреттегі адам кім? Менің анам. Қой, сенің анаң жоқ сияқты еді ғой. Менің анам бар, жақында келеді. Сонда осы уақытқа дейін көрмеген анан келеді ма? Иә, келеді. Пайдасы жоқ нәрсемен айналыспай сабағында оқысайшы. Алло, мәм. Қазір сабақтамын. Сабақтамын, давай. Диана. Мен Диана емеспін, мен Айлинмін. Кешірім сұраймын болды. Диана. Мен Айлинмін, мынау Диана. Не істеп жеріңдер? Сен де олардың приколын айналып қалдың ба? Енді ажырату мүмкін емес қой, қарсы бірде кеніп алған. Болды, айтшы. Сен менен 1000 теңге алып едің ғой, соны қайтарып бер. Онда мен Диана емеспін? Екеуін қатырасың. Онда ақшамды маған кім қайтарып береді? Не істесем екен сендерге, Бірін кішкентайларға әлімжеттік көрсетесіңдер. Ал бірін кабинетті өртеп жүресіңдер. Ал бірің болса, директорды мүлдем сыйламайсыңдар. Мүмкін бір жолы кешірерсіз. Ей, Нұрғанат, сен осымен 4 рет келіп отқаныңды білесің ба кабинетке? Ағай, ата-анамызға айтпай ақ қойсыз ба? Бұл жолы ата-аналарыңа айтпасам, өзгеріс болмайды сендерде. Біздің не күнәміз бар? Вообще-то біз мектептің атынан химия пәнінен қалааралық жарыста мектептің абыройын қорғаймыз. Вообще-то сен мектепті қорғау үшін кабинетті өртеп жіберу керек емес шығар? Сондай болып қалды, ағай. Сондай болып қалды, ағай. Сен не айтасың? Айтарым жоқ, Сендерге не істесем болады екен, Менде бір жақсы ой бар.
Жақында 8 наурыз аналар күні келе жатыр. Соған бір жақсылап концерт ұйымдастырасыңдар. Біз ба? Әрине сендер. Егер сол концерт ойдағыдай болмаған жағдайда, сендерді бұл мектептен шығарып қана қоймай, басқа мектептер мүлдем қабылдамайтындай қылып, мінездеме жазып беремін. Түсінікті ма? Арсен, үйге қандай тапсырма берді, айта ғой. Алда келе жатқан 8 наурыз аналар күніне байланысты эссе жазып келдім. Я, айта ғой. Менің анам бұл әр адам үшін ең қымбат әрі аяулы жан. Ана бізге өмір сыйлаған, мейірімін төгіп, қамқорлығын аямайтын жан. Менің анам да әрдайым қолдап, дұрыс жол көрсетуге тырысады. Сондықтан мен оны қатты жақсы көремін. Жақсы, отыра ғой. Менің анам өте мейірімді. Азанда таңғасымды беріп, киімдерімді жуып, кептіріп, үтіктеп береді. Қанша қиналса да менен ақшасын аямайды. Мен оны білемін. Сол үшін анамды қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Менің анам керемет жан, үйдегі береке, анамның арқасы, менің сырласым. Қандай жағдай болмасын мені қорғайды, ақылын айтады. Менің анам Айта бер, ұялма. Менің анам мейірімді. Басқа еш нәрсе етпейсің ба? Апай, келесі сабақ айтсам болады ма? Жақсы, отыра ғой. Келесі? Мынау менің анам. Мен анамды көрмедім, бірақ ол бар. Және де мені қатты жақсы көреді. Ойлаңыздаршы, егер де менің анам болмаса, мен қайдан келдім? Сол себепті мен анамның барына және оның келетініне сенемін. Жақсы, отыра ғой. Келесі? Оқушылар, сендердің сыныптарыңа тәнті болдым. Сендерге ұсынысым бар. Осы келе жатқан 8 наурызға аналар күніне концерт ұйымдастыруға қалай қарайсыңдар? Балалар, егер концерт мен ойлаған деңгейде жақсы өтетін болса, 90-ның соңына дейін мен сендерге жақсы баға қойып беретін болам. Келістік пе? Бірақ егер де мен ойлағандай жақсы өткізіп бермесеңдер, 90-ның соңына дейін менен жақсы баға күтпеңдер. Жігіттер, бекергес әншейінде басым бекпейтін еді, ұйымдастырып концерт қояйын деді ғой. Ой, мында алыңдаршы, біздің қолымыздан келеді, барлығы жақсы болады. Қайдан? Мен қатыспаймын. Қатысып концертті бұзып алып, шоғанша қатыспай шоғаным артық. Достар, бермеңдерші, біздің қолымыздан келеді. Мысалыға сен гитара тарта аласың, дұрыс па? Я, тарта аламын. Ал мен актер шеберлігіне қатысамын. Арсен, сен дзюдоға қатысады екенсің ғой, дымталантың жоқ ба сонда? Неге жоқ? Бары менде талант. Мысалыға. Тақпақ айта аламын. Міне, тақпақ айта алады. Мәселен, қыздар, концерт қоятымыз қандай жақсы болды, я? Несі жақсы? Анамызды шақырамыз ғой. Айтпақшы, анам келеді деп жүрсің ғой. Мүмкін осы концертке анам келетін шығар, я? Я, анамды шақыр. Мысалыға мен анамды шақырамын. Мен де шақырамын. Әлде сенің анаң жоқ па? Менің анам бар, жақында келеді. Қайдан білейік, үндемей отырсын ғой. Анам бар болса келсін. Қызым, қалайсың? Қазір. Мағышы, осыны амалдай тұр, я? Кешкісін тағы да берем. Рахмет. Той, мама, сабақ уақытына маған звондай бермеңізші. Тем более келмеңізші. Қызым-ау, сені көргім келеді ғой. Үйде-ақ көре бересіз. Мама, білесіз ба, сіздің жұмысыздан мен ұялам, түсінесіз ба соны, мама? Жарайды, мама, үйге кеш барамын. Осылай еш нәрсе демей тұра бересіңдер ме? Кімнің қандай өнері бар, айтсаңдаршы енді. Ағай,
Сасын айтқанда бізде дүмөнер жоқ. Ана екеуі красавчик. Осылай мойындай салсаңдаршы. Сен екеуіңде прямо өнер жоқ па не? Оны өнердегі келмейтін жары бірақ. Бибол баланы оң қолмен салдырам. А мен сол қолмен. Жарайды. Мен сен екеуіңе ақша мен тізім берем. Базарға барасыңдар, жарай ма? Жарайды ағай. Ағай, мен гитара ойнай аламын. Ағай, мен билейтін қыздарды видео дайындай аламын. Біз Раян екеуміз қойып берейік. Ағай, мен өлең айта аламын. Ағай, онда мен назыңа көмектесемін. Сен осылай жасамайсыңдар ма? Бағадан бері осылай жасамайсыңдар ма? Молодцы! Жарайсыңдар! Енді маған жүргізуші керек. Кәне, кім болады жүргізуші? Боласыңдар ма? Егер жүргізуші болуға құштарлықтарың ашылып кетіп жатса, маған хабарласасыңдар, иә? Алло? Иә, саламатсыз. Саламатсыз ба? Иә, мен. Уайымдамаңыз, тойыңыз жоғары деңгейде өткізіп беремін деп айттым ғой. Иә, бәрі бар ғой. Безендіру бәрі солақтан ішіне кіреді. Мен уайымдамаңыз, тойыңызды әдемі қылып өткізіп беремін. Жақсы, сау болыңыз. Қыздар, сендерге мектепте жүгіруге болмайды деп ешкім үйретпеген ба? Ағай, кешіріңіз. Ағай, біз Тоқташ, сен ентігіңді басшы. Айтшы кәне. Ағай, Айымжан екеуміз жүргізуші болайықшы, өтініш. Сендер жүргізуші ма? Қыздар, мен сендердің тілдеріңнің тазалығын тексеруім керек. ағай, тіліміз таза, ағай, өтініш. Біздің өнерден мүлдем талантымыз жоқ. Жарайды. Ертең актовзалға келіңдер, жарай ма? Рахмет, ағай. Рахмет. Қандай қойылым қоямыз? Саған айтып жатырмын. Иә, тыңдап тұрмын. Алдамаш, басқа нәрсе істеп тұрсың ғой. Қане, көрсетші. Көрсетші деймін. Не? Анаңды сағынып жүрсің бе? Иә. Раяна, егер де біз жақсы өнер көрсетсек, сенің анаң міндетті түрде келеді. Солай ойлайсың ба? Әрине, мен сезіп тұрмын. Онда не тұтас, дайындалайық. Қандай қойылым қоямыз? Менде мындай варианттар бар. Назым, сен қандай өлең айта аласың? Қазір есіме түсіріп алайын. Аналар күні болғаннан кейін өлең ана туралы болу керек емес пе? Онда Қайрат Нұртастың Ана деген өлеңін білемін. Кәне, тыңдайықшы. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана, абзал ана, ана, көңілің кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған, мақтанатын мархабатым, махаббатым, ардақтайды есіміңді, ел ана деп. Той осы апайда бір керек емес кезде кіреді ғой. Тез жуса болады ғой, былжырап жүр. Соны айтам. Шығып кеткен несі? Енді соңына дейін жуып кетпей ма? Қоя берші, одан да өлеңімізді тыңдасай. Ана, ана,